Яблочный пирог дайындаймыз. Ең алдымен ұнға қопсықыш салып, секер ұнтағын салып, араластырып, үстіне сары май салып, тағы да жақсылап араластырамыз да, жұмыртқаның сарыуызын салып, тағы да араластырып, қамыр едейміз. Қамырымызды елеп, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Алмамызды осылай турап, үстіне секер, жұмыртқаның ақуызын салып, содан кейін лимонның соғын құйып, жақсылап араластырып, салмасын дайындап қоямыз. Енді қамырымызды аламыз да осылай 3 бөлікке бөліп аламыз. Бір бөлігін астына орналастырамыз, екінші бөлігін жан-жағына орналастырамыз, жапсырып. Содан кейін салмасын саламыз да, енді үшінші бөлігін алып, оқтаумен жайып қалауыңызша бетіне әсемдеп қоямыз салып. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып қоюға да болады. Мен жаққан жоқпын. 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіреміз. Осымен пирогымыз дайын. Суығаннан кейін дастарханға ұсынамыз. Өте